Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Бүгін сіздерге ұялы телефонның өте керемет бір қосымшасымен таныстыратын боламын. Ол қосымшаның аты Remini деп аталады. Бұл қосымшаны сіздер App Store'дан немесе Play Market'тен жүктеп алсаңыздар болады. Осы қосымшаның көмегімен өзіңіздің кәсіби фотограф түсіргенге ұқсайтын таңғаларлық шынайы фотосуреттеріңізді жасап алсаңыздар өте керемет. Яғни жасанды интеллект деп аталады. Қазіргі таңда трендте жүрген Instagram желісіндегі, TikTok желісіндегі фотосессияларды осы қосымшаның көмегімен жасап алсаңыздар болады. Яғни үйден шықпай-ақ осы қосымшаның көмегімен фотосессия жасап алсаңыздар өте керемет. Енді фотосессияны қалай жасау керек жолын көрсетемін. Ол үшін начать деген кнопканы басамыз. Басқаннан кейін қараңыздар, бұл приложениенің тағы да бір плюсы. Қараңыздар, осындай бұлыңғыр суреттеріңіз болатын болса, осы приложенияға жүктеу арқылы суреттеріңізді осылай жақсартып алуға болады, өте керемет. Сонымен қатар осындай ескі суреттеріңіз болатын болса да, осы приложенияға жүктеп алып келу арқылы суреттеріңізді осылай жақсартып алуға болады. Енді қазір фотосессияны қалай жасауға болатынын көрсетемін. Ол үшін мына жерде генерация фотографий деген кнопка бар, соның үстінен басатын боламыз. Басқаннан кейін создать мои фотографии деген кнопка бар астында. Соны басқаннан кейін бізде осындай бетте ашылады. Ашқаннан кейін загрузите свои селфи деген бар. Кнопканың үстіне басқан кезде өзіміздің галереямызға баратын болады. Галереямызға сақтап қойған 8 суреттен жаңағы кем болмау керек, 8 суретті алып келеміз. 8 фотоңыз әртүрлі болса да болады. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша добавить етеміз. Мінекей, енді астында жалғастыру деген бар. Сол кнопканы басамыз, басқаннан кейін мына жерде бізде пол сұрайды. Женскийді таңдаймыз и продолжить деген кнопканы басатын боламыз. Енді қараңыздар, осы жерден қазір трендте жүрген осындай модельдер шығады. Осы жерден өзіңізге керекті артына фонына қарап алсаңыз болады. Үстінде киімдеріне қарап таңдап алсаңыздар болады. Өте керемет. Қараңыздар, мұғалімдерге де әртүрлі костюмдермен бар. Сонымен қатар дәрігерлерге де өте керемет фотосессия жасауға болады осылай. Қараңыздар, өте көптеген жаңағы модельдер бар. Өзіңізге ұнаған модельді таңдап алып жасауға болады. Енді қазір осы жерден біреуін таңдап аламыз. Мінекей. Үстінен басасыз, используйте этот изображение модели деген бар, кнопканы басамыз. Басқаннан кейін бізде осылай загрузка жүретін болады. Загрузка жүріп болғанша күтеміз. Содан кейін бізде дайын жаңағы фотосессиямыз шығатын болады. Мінекей, біздерде өте керемет фотосессиямыз дайын болды. Қараңыздар. Осындай әдемі фонмен, әдемі киіммен. Енді сақтап алу үшін мына жерде астында стрелка бар. Осы стрелканы басатын боламыз. Стрелканы басқан кезде екінші фотомыз осылай шығады. Мінекей, стрелканы баса берсеңіздер, осылай келесі фотолар осылай шыға береді. Өте керемет. Осылай қолданып көрсеңіздер болады. Бұл приложение негізі ақылы болып келеді. Сіздерге басында пайдалану үшін бірнеше варианттарды тегін ұсынатын болады. Егер ары қарай жұмыстанамын десеңіздер, осы приложениені сатып алып жұмыстануға болады. Осы пайдалы видео ұнаса лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақыттарда тағы да пайдалы ақпараттармен міндетті түрде бөлісіп отыратын боламын. Осындай пайдалы ақпараттарды өзіңіздің әріптестеріңізбен бөлісе отырыңыздар. Және де маған тіркелуді ұмытпаңыз.